Ассалаумағалейкум, экранның ар жағында отырған көрермендер. Менің есімім Ерсайынов Марсель, Айтыс клуб мүшесімін. Атырау облысының жас ақынымын. Менің алып отырған алғашқы тақырыбым: ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды. Айтылсам шайырыңның ахауей жаңақ барын, ақының әрбір сөзін сараптадым. Ананы сыйлау жайлы жыр айтайын, отырсын жақсылыққа балап бәрі. Анаға жырын арнап ақыныңның жөн болар ел даузына қаратқаны. Ана деген періште баласы үшін дұғаменен өтетін әр ақтаңы. Аналарын аялап жақсы көріп жүрсе ғой жақсылыққа жарап бәрі. Әйтпесе бұл күндері ессіздер көп, анаға көрсеткен көп азаптары. Еркелетсе басына шығып алар, басқа шыққан бүйт құсап балақтағы. Одан соң қарсы шығып анасына бір ашылмай жүреді қабақтары. Ондайларға Құдай өзі сана берсін, сөз айналып иесін табат әлі. Ананы разы қылу үшін өтсін баланың секунд, минут, сағаттары. Ақының мұндай кезде тоқтамайды, адамдықтың ақ туын таптамайды. Анасын құрметтемес ессіздерді, есі бар ақылды адам жақтамайды. Пенделікке салынып ренжітсең де баласына еш өкпе сақтамайды. Аналардың жетейік қадіріне, сонда ғана бойыңа бақтарайды. Анасының ақ сүтін ақтамаған елінің де үмітін ақтамайды. Bir анасын разы қылай алмағанды біреуі тірі адамның мақтамайды.